сабағыңа сәттілік тілеймін. Әркімнің сәттілікке толы болсын, сабағыңды тек 5-пен оқы. Нұрсая, енді сен өзіңнің жанында тұрған досыңа солай керемет сөздер айтуға болады. Бір-біріміздің осындай жылы сөздерімізді жалғап өтейік. Сен оң жағындағы Софияға айтасың. София, сабағыңды 5-ке оқы. София, Аянаға айт. Аяна, сабағыңды 5-ке оқы, жақсы оқы. Тағы да. Шәмсесін, сен сабағыңды оқы. Аяна, сабағыңды сәттілік тілеймін. Сабағыңды 5-пен оқы. Тағы да басқа тілектер айтайық. Саған сәттілік тілеймін. Дәулет, Сабағыңды 5-ке оқы. Дәулет Азаматқа. Алиханға. Алихан, сабағыңды 5-ке оқы. Сабағыңды 5-ке оқы. Азамат, сабағыңды 5-ке алып, қызыл дипломмен бітір. Жарайсың. Рали, осы мектепте үздік бол. Жарайсың. Мирас, сабағыңды 5-ке оқы. Арсен, осы мектептен ауысып кетпе, сабағыңды 5-ке оқы. Арнұр, сабағыңды 5-ке бітір. Бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Айман, сабағыңды 5-ке оқы және үздік өт. Рамазан, сабағыңды жақсы оқы, 5-ке бітір, қызыл диплом. Нәзік, сабағыңды 5-ке оқы, қызыл дипломмен бітір. Сіз жақсы көреміз. Сіз осы оқуымызды жақсы аяқтаңыз. Ой жаным, сол рахмет. Кәне енді барлығымыз өзіміздің орнымызға жайғасайық. Барлықтардан соң. Балалар, мен қазір сіздерге сұрақ қоямын. Соған әрқайсымыз орнымыздан тұрып, қолымызды көтеріп, ойымызды ашық, еркін түрде жеткізе берейік. Біздің қазіргі таңда өте белең алып жатқан тақырып, бұл буллинг тақырыбы болып табылады. Өздеріңдер білесіңдер. Ал енді осы буллинг дегенді кім қалай түсінеді? Нәзік. Біреуді бопсалау, біреуді мазақтау. Жарайсың. Тағы. Даяна. Буллинг дегеніміз біреуді ұрмау, біреуге жаман сөз айтпау. Алихан. Буллинг деген ол адамдарды мазақ ету, адамдардан ақша алып ұру. Енді осы буллингтің түрлеріне қандай түрлер жатады екен? Буллингтің қандай түрлері бар екен? Бәріміз біле айтайықшы. Ақша иә жоқ деп жауап берейік. Бұндай жағдай дұрыс емес, себебі бұл буллингтің бір түрі, иә. Жаңа айтып өттік, буллинг әлімжеттік жасаудың бір түрі. Буллингтің осындай жағдайларға тап болсақ, үндемей қалуымыз керек па? Жоқ. Не істеуіміз керек? Қандай шаралар жасауымыз керек? Нәзік? Ата-анаға айту керек, болмаса оларды көрген. Жарайсың. Және де жағдаяттық тапсырма. Бізде көшеде екі дос келе жатқанда, бір топ бала сенің досыңа буллинг көрсетіп, итеріп, мазақтай бастады. Сен не істейсің дейді. Даяна. Мен ол досымның қарсылас ұрып жатқан адамдарын ары тиіспеңдер деп айтады. Араша түсесің, иә? Дұрыс айтасың. Және де үзілістегі сыныптағы 3 бала жалғыз жүрген оқушының сөмкесін тартып алып, ішін ақтарып жатыр. Сен сол жерде тұрып не істеуің керек? Нәзік? Сендер тиіспеңдер, бұлар. Бұл өзінің сөмкесі дейді. Оның жеке заты, рұқсатсыз алмаңдар, тиіспеңдер деп айтасың, иә? Тағы кім не дейді? Қандай әрекет жасайды? Алихан? Мен ол адамға оның сумкасын бермеймін деп айтамын. Жарайсың. Және де сыныпта бір баланы ешкім топқа қоспайды дейді. Ойынға алмайды, шеттетеді екен. Сен бұл жағдайды бірнеше күннен бері байқап жүрсің. Қандай әрекет жасайсың? Даяна? Мен оны өзінің мұғаліміне айтып, және оны тәрбие беруді айтамын. Жарайсың. Әркімнің пікірі әртүрлі болады екен, иә? Арнұр, сен не дейсің? Ол жерге өйтіп қойғанға достарымға қоспаңдар. Бұл сендердің өздерінің достарың, бауырларың осыны арашасы. Жарайсың. Нәзік? Мен өзімнің жаныма қосып алып, және апайыма айтып берер едім. Жарайсың. Балалар, біз бүгінгі тақырыпты жақсы түсіндік деп ойлаймын. Байқадыңдар, иә, буллингтің не екенін, қандай түрі
бар екен. Ертеңгі күні сендер сондай жағдайға кездесіп жатсаңдар, қандай іс-әрекеттер жасау керегін білдіңдер. Сендер осындай жағдайды байқаватсыңдар, ешқандай қорқпау керек. Сендер жалғыз емессіңдер, сендерді қорғайтын ата-аналарың бар, мектептегі мұғалімдерің бар, аға-әпкелерің бар. Кез келген өзіңнен үлкен адамнан көмек сұрай білу керек екен. Біреу әдейі ұнамсыз сөз айтып, күліп, мазақтап немесе қол көтерсе ол дұрыс па?